Сіздермен бірге Торғын, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында жасалатын тандыр нанның рецептімен бөлсем, яғни бұны біз духовкада жасаймыз. Нандарымыз өте жұмсақ, 3 күн бойы тұрса да қатып қалмайтын болып шығады. Үйдің нанын жегіңіз келсе, кейде осылай жасап көруге болады. Ал ендеше кеттік. Ұнымызды өлшеп алып, оған ең алдымен аштық саламыз. Қант және де тұзды аштыққа тимейтіндей етіп жан-жағына сеуіп шығамыз. Одан кейін сүтімізді міндетті түрде біраз жылытып алыңыздар газға. Қатты ыстықта болып кетпесін, суықта болуға болмайды, жылы болу керек. Сүтімізді құямыз. Одан кейін ең соңынан сары май құямыз 100 грамм, оны да ертіп алуымыз керек. Болды, енді барлығын араластырып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Илегенде жақсы көңіл күймен болғандарыңыз жөн, сонда қамырларыңыз жақсы болады. Міне орамалмен жауып қойып жарты сағаттай тұрса, осылай жақсы болып көтеріледі тез-ақ. Сосын оны біз 4 бөлікке бөлуіміз керек. Әрбір бөлігімізді домалақтап, видеода көрсетілгендей, үстелдің үстінде тағы 5-10 минутқа қалдырамыз. Бетін салфанмен жауып. 5-10 минутымыз өткен соң, енді тандыр нанның формасын келтіреміз. Ортасынан бірінші басып, ортасını яғни жұқалаймыз. Одан кейін ортасын әдейі басатын бір құралдар болады, ал ол менде жоқ. Сол үшін мен 2 вилканы аламын да, яғни кішкентай кезімде мамам солай істейтін. Содан есімде қалыпты. Екеуін бір-біріне қаратып, осылай кигіземіз де, түбі жағынан ұстаймыз. Сосын басып шығамыз. Ортасындағы жұқалаған жерін осылай басып шығамыз. Болды. Енді осы тандыр нанымызды противенге қоямыз, астына сұйық май жағып орналастырамыз. Біреуіне менде 2 сыяды. Сосын бетін жұмыртқаның сарысына жағамыз. Сосын осы жағып жатқан кезде духовкаңызды қосып қойыңыз 200 градусқа, қызып дайын тұрсын. Қызған пешке салу керек. Сосын 15 минутта тандыр нанымыз дайын болады. Міне тандыр нанымыз дайын. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.